Баршаларыңызға қайырлы күн, сіздермен Төлеуқұл Айзат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын бауырсақтардың рецептін ұсынамын. Видеоны көрмес бұрын каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Қамырын илейміз. Алдымен ыдысымызға жылы сүт, су, кейін қант пен құрғақ қашытқы қосып араластырып аламыз. Келесі кезекте електен өткізілген ұнымызды және тұз бен сары майды қосып қамыр илейміз. Ұн мөлшері сапасына қарай сәл азырақ немесе көбірек болып ауысуы мүмкін. Қамырымыз осындай жұмсақ болып шығуы тиіс. Енді бетін жауып, жылы жерге шамамен 1 сағатқа көтерілу үшін қалдырамыз. Қамыр көтерілген соң бір рет басып алып, үстел үстіне қойып, 1 см қалыңдықта қамырды оқтаумен жаямыз. Бауырсақтарымызды қалауларымыз бойынша дөңгелектеп, не 4 бұрыштап кесіп аламыз. Менде дөңгелек диаметрі 7 см. Бауырсақтарды кесіп алған соң ғана майды қыздыруға қоямыз. Сол арада қамыр тағы көтеріледі. Беті кеуіп кетпес үшін орамалмен жауып қоямыз. Бауырсақтарымызды қыздырылған орташа отта пісіреміз. Біздің жұмсақ, алтын түстес, ерекше дәмді бауырсақтарымыз дайын. Осы рецептпен дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Менде каналымда бауырсақтың басқа да рецепттері бар. Қарап көрулеріңізге кеңес беремін. Сіздерге бүгінгі видео рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, комментарий қалдыра кетулеріңізді сұраймын. Мен үшін ол өте маңызды. Каналымда алда өте көп, ерекше дәмді рецепттер болады. Сіздермен болған Төлеуқұл Айзат. Баршаңызға ас болсын.